ең төмен жалақы деген ол деген экономикалық көрсеткіш. Одан төмен мемлекетте жалақыны қоюға болмайды. Сіз жаңағы айтқан орташа жалақы деген ол басқа мәселе. Ол деген қандай қазір мемлекетте бар, бүкіл секторларды алады, орташа жалақыны шығарады. Орташа жалақы әрбір салада бар, мысалы. Ол да пайдаланады. Мысалы, қазір табиғи монополия секторда, осы секторда қандай орташа жалақы бар, соған жалақыны көтеріп жатыр, тарифті қойғанда. Сол себепте өте ерекше сұрақ. Бірақ ең төмен жалақы деген, оны көтеруге де бір дұрыстап ойлану керек көтергенде. Себебі біріншіден, ол жұмыспен адамдарды қамтамасыз етуге әсер етеді. Ең төмен жалақыны кім алады? Мысалы, тәжірибе төмен адамдар. Тәжірибе жоғары адамдар, профессионалдар, оларға ең төмен жалақы ешқандай әсер етпейді. Себебі олар әрине ешқашанда 85 мың теңге алмайды. Жаңа тәжірибесі төмен, әлде жас, тек жұмысты бастаған, оқу жоқ, білімі аз адамдар ертең ең төмен жалақыны көтерсең, жұмыссыз қалуы мүмкін. Ол деген ол заң. Екіншіден, ең төмен жалақыны мықты көтерсең, ол ертең тауарлардың құнына әсер етеді. Себебі айлық ол деген товардың құнына отырады. Товар қымбаттайды, инфляция өседі. Сол себепте үшіншіден әрине ол ертең бюджеттің шығыстары. Онда есептеу керек. Себебі ол деген біраз көрсеткіштерге әсер етеді. Оның бәрін енді шешім, ең төмен жалақыны көтергенде шешім қабылдағанда дұрыстап ойлап есеп алу керек. Әрбір енді біздерде енді келесі жылға қазір бюджет дайындағанда оның бәрін енді еске алдық. Олар нақты шешім ғой 26-тан бастап өспейтіні, 85-тен. Қазір уақытта нақты шешім біздер көтермейміз. Келесі жылға көтермейміз. Жақсы, түсінікті.